Арқамды саусағыммен тесіп келе жатыр ғой. Так, Нұржігіт бауырымызға келдік, иә. Нұржігіт, Алла тағала осы салған садақаңызды иншалла қабылдыққа жазсын. Негізі ер кісілер көп салмайды, байқайсыздар ма? Қыз балалар, әйел кісілер эмоциональный халық қой. Ол кісілер салат, ер кісілердің сенуі қиын болады. Олар әр нәрсеге бір сене бермейді. Шынайы мұқтаж десең, оңайлыққа сене беретін халық емес ер азаматтар. Нұржігіт бауырым, Алла разы болсын сізге. Нұржігіт, Аллах тағала осы салған садақаңызды иншалла денсаулығыңыз мықты, арыстандай азамат болыңыз. Елдің елеулі азаматы болыңыз, халықтың қалаулы азаматы болыңыз. Аллах тағала осы салған садақаңызбен иншалла байлық берсін сізге, молшылық берсін, берекет берсін, мықтылық берсін, мықты азамат болыңыз. Қоршаған ортаға пайдалы болыңыз, отбасыңызға пайдалы болыңыз, туған туысқаныңызға пайдалы болыңыз, халқыңызға пайдалы болыңыз. Алланың берген байлығын Алла жолында жұмсайтын жомарт болыңыз. Ержігіт, Аллах тағала жолыңызды ашық қылсын, осы салған садақамен бүкіл күнәларыңызды кешірсін. Нұржігіт, осы салған садақаңызбен Алла тағала сіздің бүкіл күнәларыңызды кешіріп, жаңа туған сәбидей тазарыңыз, жаңарыңыз, жолыңыз жеңіл болсын. Байлыққа оңай, жеңіл түрде жетуді Алла нәсіп етсін. Сол байлықты, сол молшылықты, сол берекетті Алла жолында жұмсайтын жомарт болыңыз. Нұржігіт, Аллах тағала осы кішкентай садақа салып, қасиетті Қағбада менің тілімді сайратып қойған Алла, менің тіліме сіздің дұғаңызды, мұқтаждығыңызды салып отқан Алла, иншалла қабыл ететін де Алла ғой. Нұржігіт, байлыққа, молшылыққа Алланың қалауымен дайындала беріңіз. Амин. Каспи сұрап жатқан кісілер жаңа мына жерде не жасап жатыр еді ғой? Не дейді? Закрепление. Осы жерде кісілер біледі бәрін, жамағат, бәрі бір-біріне бөтен адам, ешкім жалдап қойған жоқ, бір-біріміз танымаймыз. Шынайы мұқтаж Алла бәрінің жүрегін жұмсартып қойған. Алла қаласа жүректерді мың құбылтады ғой Алла. Салдым кіші жүздің қызы Зәуре дейді. Зәуре, Алла тағала осы салған садақаңызды. Каспи саламатсыз ба дейді. Міне Каспи закрепление жасап жатыр осы жердегі жамағаттар. Зәуре ханым, Алла тағала міне қасиетті Қағбаның есігі, қасиетті Қағбаның алды. Мұнда Алланың рахымы үздіксіз түсіп тұрады. Зәуре ханым, бұл жерде Алланың рахымы, Алланың мейірімі, Алланың нұры үздіксіз түсіп тұратын жер бетіндегі бірден бір қасиетті Қағба. Иншалла бүкіл дұғалар күмәнсіз қабыл болатын жер. Зәуре ханым, Алла осы салған кішкентай садақаңызбен Алла жүрегіңізге хидаят берсін. Алла жүзіңізді иман нұрымен нұрландырсын, сұлу болыңыз. Аллаға деген махаббатыңыз артсын. 5 уақыт намазды уақытында оқитын тақуа әйелдерден болыңыз. Зәуре, Аллах тағала байлық, молшылық, берекет берсін. Алланың қадірлі қонағы болыңыз. Осы салған садақаңыз осы умра қажылығына көпір болсын, иншалла. Амин, амин, жамағат. Алла қабылдыққа жазсын. Салдым Нұрдәулет Талғатұлы, Айна Ануар қызы, сәби сүюге нәсіп етсінші дейді. Нұрдәулет Талғатұлы және Айна Ануар қызы, иншалла аса қамқор, ерекше рахымды Алланың атымен бастаймын. Аллах тағала сіздердің отбасыларыңызға иншалла осы жылы құрсағыңызға Алла егіз ұлдарды бітірсін. Келесі жылы сол егіз ұлдарды
12 мүшесі сау, салихалы ұрпақты дүниеге алып келуді Алла нәсіп етсін. Келесі жылы иншалла үйлеріңізде бесік той болсын. Сол бесік тойға осы тікелей эфирде отырған баршамыз Алла баруды нәсіп болсын. Аллах тағала осы кішкентай салған садақаңызбен кішкентай баланы құтқарып тұрсыз. Алла сізге балалар берсін, балалы шағалы қылсын, сәбилер берсін. Иншалла көп балалы отбасылардың тізімінде болыңыздар. Так, жамағат, мынау Алия деген кісі номер закрепление жасап жатыр. Алла разы болсын, Алия. Алла қабыл етсін. Аллах тағала осы амалыңызды ізгі амал деп қабылдыққа жазсын. Шынайы мұқтаж жанға көмектесіп жатыр деп қабылдыққа жазсын. Иншалла осы ізгі амалыңыз қасиетті Кабаға келетін көпір болсын, Алия. Алла разы болсын сізге. Жамағат 190-200 адам отырмыз ғой. Алланың қалауымен 200 адам көріп отырсыз, 200 адам естіп отырсыз Алланың қалауымен. Иншалла бұл жайдан жай емес. Жамағат, көмектесейік. Өтірік андай күл көрсілмеймін андай қылшы. Шынайы садақа жинап жүрміз. Амал әрекет осылай дұға жасайым, дұғаларыңызды қасиетті Қағбада оқып берем. Бірақ жаңағы шынайы балаға көмектесейікші. Осылай тікелей эфирде бір күнде 2 рет шығып осылай көмектесіп жүрмін. Сіздер сияқты мен де көмектесіп жүрмін. Шынайы мұқтаж жанға көмектесем десеңіздер, міне көз алдыңыздан шығып тұр. Құлағыңызды естігізіп қойған Алла осы қасиетті Қағбаның алдында. Шынайы көмектесем десеңіздер, осы балаға көмектесіңіздерші. Алла жар болсын, Алла қабыл етсін. Аллах тағала әрбіріңіздің садақаларыңызды иншалла кім қандай ниетпен салып атқан болса, сол ниетіне Алла жауап берсін. Кім қандай ниетпен салып жатқан болса, Аллах тағала сол ниетіне қабыл етсін. Осы кішкентай садақа салу арқылы Алла бүкіл жабық жолдарыңызды ашсын. Осы кішкентай садақа салу арқылы Алла тағала берекет берсін, молшылық берсін. Осы кішкентай садақа салу арқылы Аллах тағала әрбір тапқан табыстарыңызды арттырып, байлық берекет жолын ашып қойсын. Бай болыңыздар, қуатты болыңыздар. Осы кішкентай садақа салу арқылы Алла тағала бүкіл қарыздарыңыздың бітуі, жақсылықтың бастауы болсын, жамағат. Амин. Амин, жамағат, Алла разы болсын. Айнұр салдым дейді, Айнұр ханым. Аллах тағала осы салған садақаңыз арқылы иншалла Алладан қандай керегіңіз болса, Алладан қандай мұқтаждығыңыз болса, қандай дұғаңыз кешіктіріліп жатқан болса, иншалла осы садақаңыз сол дұғаңыздың тезірек қабыл болу садақасы болсын. Аллах тағала осы салған садақаңыз арқылы бүкіл жолыңызды ашып қойсын. Осы салған садақаңыз арқылы Айнұр ханым Алла байлық, молшылық берсін, берекет берсін. Осы салған садақаңыз арқылы Аллах тағала осы қасиетті Қағбаға келу көпірі болсын. Иншалла Алла жүрегіңізге хидаят берсін. Алла жүзіңізді иман нұрымен нұрландырсын. Алла тағала әрдайым Алланың сүйген құлы болыңыз. Алла жар болсын сізге. Салдым, ауырып жүредім, дұға етіп қойшы інім, қарыз болып жүрмін. Осынша сөз жаздыңыз да, атыңыз жазбадыңыз ба сонда қасына? Атыңыз мына жерде енді қасиетті Қағбаға қаншама мұсылмандар айналып дұға жасап жатыр. Атыңызды айтып дұға жасаған жақсы да негізі. Пәленше қызы Түленше, пәленше ұлы Түленше деген сияқты дұғаның әдебі бар, жамағат. Салдым, Оразбек Жомартұлы.
Оразбек Жомартұлы, алла тағала Оразбек Жомартұлы бауырымыздың адал жар нәсіп етші, алла. Ата анасын сыйлайтын адал келін, берекелі келін нәсіп қылшы. Оразбек Жомартұлы Оразбек, иншалла, алланың қалауымен осы жылы Қазақстандағы ең сұлу қызды жар қылуды алла нәсіп етсін. Жүрегі хидаятқа толған, жүзі иман нұрымен нұрланып сұлуланған, инабатты, ибалы, әсем, текті, тәрбиелі қызды жар қылсын алла тағала. Келіннің аяғынан дейді, келініңіз берекелі болсын. Аллах тағала байлық, молшылық, берекет берсін. Салдым Ізбасар Серік ұлы бауырым үйленсе екен дейді. Жанара ханым, бауырын ойлаған Жанар ханым. Аллах тағала сіздің ниетіңізді қабыл етсін, Жанар ханым. Серік ұлы Ізбасар бауырымыз, Аллах тағала иншалла Алланың қалауымен адал, пәк жар нәсіп болсын. Сұлу қыз нәсіп болсын бауырыңызға. Туған туысқан бауырларын сыйлайтын, ата анасын құрметтейтін, бауырыңызды жақсы көретін адал жар нәсіп болсын. Бауырыңыздың жүрегіне Алла хидаят берсін. Аллах тағала өзі разы болған тура жолда өмірінің соңына дейін жүруді Алла нәсіп етсін. Әмин, әмин. Алла разы болсын баршаңыздан. Алла разы болсын жамағат. Аллах тағала баршаңыздың осы жасап жатқан ізгі амалдарыңызды, жасап жатқан садақаларыңызды Алла қасиетті Қағбада, қасиетті Меккеде шынайы мұқтажға садақа жасады деп қабылдыққа жазсын иншалла. Алла 100 000 есеге еселесін, 100 000 есеге көбейтсін әрбір салған садақаларыңызды. Әрбір осы салып жатқан садақаларыңыз арқылы Аллах тағала жолдарыңызды ашсын. Қиындықта жүрсеңіздер, қиындықтарыңызды қуанышты жағдайға ауыстырсын. Сынақта жүрсеңіздер, сынақтан сынбай, сүрінбей, еңселеріңізді көтеріп, жүздеріңіз жарық болып, сынақтан абыроймен өтуді Алла нәсіп етсін. Қарызда жүрген әрбір бауырларымыздың Аллах тағала қарызынан құтылуды Алла